Бәріңе сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін үйге перестановка жасадық, яғни заттарды орнынан жылжыттық. Балаларға детский бөлме жасағым келіп, детский бөлмеде тұрған осы көрпелерді менің бөлмеме кіргіздім. Себебі бұл жақта онша көп жатпаймыз. Ал мына жерде перделерді қойдым. Бұл бесігіміз. Бесікті ішін жөндеп, мақталарын алып, қайтадан түтіп, қайтадан салуым керек. Алдыңғы баладан кейін бір бетін жуып алып қойғанмын, асты солаймен әлі мақталары ойылып тұр. Міне шифонерімді осы жаққа шығардым, диваным орнында тұр. Бізде кондиционер қатты суытпай тұр, күн қатты ыстық болғандықтан. Біздің детский бөлмеміз енді жасап жатырмын. Бұл мен 7 ай болдым. Жүктілігіме 7 ай. Бұйырса 2 айдан кейін босанамыз Алла қаласа. Раяна өзінің заттарын ыңғайлап қойған. Осы жердің шкафын бірнеше тартпасын жөндеп беруім керек, әлі жөндемедім. Өзіне керекті заттарын салып қойыпты мына жерге. Екінші тартпасын киімдері және носкилері тұр. Үшінші тартпасы әлі бос, сондықтан енді салатын шығар. Кілемдерді дұрыстап орнына қоямыз енді. Бұл қонжық баяғы менің күйеуімнің маған сыйлаған қонжығы. Бұл қонжыққа да 10 жыл болған. Әлі сақтап жүрмін. Негізі қызыма деп сақтағанмын, сол енді ойнап жүр. Мынау біздің бала жуындыратын, білмеймін қалай аталатынын, бірақ қызым киімдерін іліп қойыпты. Кеше мен кухняны жинадым. Ат-үйді жуып шықтым, енді холодильник пен газымды жууым керек. Морозилкадан осы пышқы шығарып қойдым. Пышкадан Наполеон жасаймын, заварной креммен бірге. Күйеуім жұмыс істеп жатыр. Ал мен жастықтарды әлі жасап жатырмын көрпелермен. Енді жастықтарды болып қалдым. Көрпелердің сыртын жуып, қайтадан тігуім керек. Мен көктеу білмеймін, сондықтан да әзірге алып қоямын. Енем келгесін көктейтін шығар. Бізге кешкісін осылай Омар концерт қояды. Достар, біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.